Бұл сабақта кез келген программалау тілінде бар айнымалылармен танысамыз. Негізінен айнымалылар компьютер жадында мәліметті уақытша сақтауға арналған. Мәселен, жас тең 18 деп жазайық. Яғни бұл жерде айнымалының аты жас, және айнымалыда сақталған мәлімет 18. Негізінен Python интерпретаторы осы жолды орындағанда компьютер жадында арнайы орын бөлінеді. Оның ішіне 18 саны сақталынады, және де ол орынға айнымалының аты бекітіледі. Ал енді біз программаның кез келген жерінде осы айнымалымен жұмыс жасай аламыз. Мәселен, осы айнымалдың мәнін экран бетіне басып шығару үшін бізге танымал print функциясын жазайық. Және де жас айнымалының атын жақшалар ортасына жазайық. Егер бұл кезде біз айнымалының атын тырнақшаларға орайтын болсақ, экран бетіне жас сөзі шығуы мүмкін. Ал бізге мәлімет керек. Сондықтан біз бұл жерде ешқандай тырнақша қолданбаймыз. Тырнақшасыз жазамыз. Сонымен программаны жүргізіп көрейік. Run батырмаса. Көріп тұрғандарыңыздай нәтиже 18, яғни қандай сан жас айнымалысының ішінде орналасты, сол мәлімет экранға шығып отыр. 19 деп жазатын болсақ, экранға 19 саны шығады. Сонымен айнымалыны құру үшін біріншіден біз айнымалыға ат беруіміз керек, одан кейін тең таңбасын қоюымыз керек, одан кейін ішінде орналасатын мәлімет болмаса санды жазуымыз керек. Ендігі кезекте айнымалының мәнін өзгертіп көрейік. Мәселен, келесі жолға мен жас 31 деп жазып көрейін, және де программаны орындап көрейін. Көріп тұрғандарыңыздай, біздің программаның орындалуының нәтижесі 31 деп өзгерді. Яғни бұл тікелей программаның орындалу реттілігімен байланысты. Бірінші жол жазылғанда жас айнымалының ішінде 19 сақталып тұр. Екінші жолда ол сан өзгеріп, яғни жойылып, оның орнына 31 сан сақталып тұр. Бұл мысалда біз бүтін санмен ғана жұмыс істедік. Енді бөлшек сандармен жұмыс істеу мысалын қарастырайық. Ол үшін бөлшек санды сақтай алатын салмақ айнымалысын құрайық. Оның ішіне 75,5 мәнін сақтайық. Енді print жақшалар ортасына салмақ айнымалысының атын жазу арқылы ішіндегі мәліметті бөлшек санды экранға басып шығаруға болады. Сонымен қатар Python тілі жолдық мәліметпен де жұмыс істей алады. Ол жерде қос тырнақшаны қолданамыз, немесе жалғыз тырнақшаны қолданамыз. Енді жолдық айнымалы ішіне өз атымызды жазып кетейік. Келесі бізде булин типті қабылдайтын қазақ айнымалысы болсын. Ол жерде тек қана екі ақ мәлімет сақтауға болады. Яғни false жалған, болмаса true шындық деген мәліметтерді ғана сақтай аласыздар. Енді бұл мәліметті де экранға басып шығарып көрейік. Ескерту, мұнда true немесе false тек қана бас әріппен жазылу керек. Әйтпесе программа оны түсінбей қате шығару мүмкін. Сонымен қорытындылай кетейік. Егер біз бүтін сандармен жұмыс істейтін болсақ, int типін қолданамыз. Ал бөлшек сандар үшін бізде float типі бар. Жолдық мәлімет үшін string типін қолданамыз, ал шындық немесе жалған мәліметті сақтау үшін boolean деректер типін қолданамыз.